Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгін бізде марафонның екінші күні, яғни алдыңғы сабақта біз present simple тақырыбын өткен болатынбыз, ал бүгінгі сабақта сіздермен бірге бүгін past simple тақырыбын өтетін боламыз. Жалпы past simple дегеніміз не, және оны қандай жағдайда қолданады, және оны қалай ажыратамыз, осы жайында қамтып өтетін боламыз. Ендеше мен бастайын, сіздер міндетті түрде арнаға тіркеліп алыңыздар. So, let's start. Жалпы past simple сөзін естіген кезде сіздің көз алдыңызға бірден оның таблицасы елестеу керек. Яғни мен мысалы кез келген уақытта, кез келген жерде past simple туралы сұраған кезде, кез келген тақырыпты сұраған кезде менің көз алдыма өзімнің сызған таблицам елестейді. Дәл осындай состояниеге жету үшін сіздер past simple'ды түгелдей түсініп шығу керексіздер, және мен берген таблицаны толық жаттау керексіздер. Ендеше бастайық. Жалпы past simple дегеніміз ол өткен шақ, иә. Өткен шақта не болғанын біз past simple арқылы айтамыз. Өткен шақ ол кеше, мысалы. Кеше не істедіңіз? Кеше киноға барсаңыз, кеше мектепке барсаңыз, кеше таңғы асқа қандай ерекше бір зат жесеңіз, мысалы, кеше саяхаттасаңыз, оның барлығы өткен шақта болғаннан кейін біз оны past simple айтамыз. Не только кеше ғана болған дүниелер емес. Мысалы, сіз кішкентай кезіңізде бөпе болдыңыз, бала болдыңыз, кішкентай сәби болдыңыз. Сәби болғаныңызды мысалы past simple арқылы да айтуға болады. I was a baby деген секілді, иә. Жалпы past simple дегеніміз, past деген сөз ол өткен деген сөзді білдіреді. Өткен шақ. Өткен шақта не істегеніңіз туралы past simple'ды қолдану арқылы айтасыз. Мысалы, сіз өткен шақта 2 күн бұрын үй жинасаңыз, 2 күн бұрын ағылшын курсына жазылсаңыз, 2 күн немесе 3-4 күн бұрын тауға шықсаңыз, соның барлығын біз past simple арқылы айтамыз. Түсінікті ғой. Енді дәл осы past simple дегеніміз ол қалай, мысалы, affirmative, negative, question деп 3 формаға бөлінеді. Сіздерге қазір таблица шығарамын. Бұл таблицаны мен өзім сызғанмын. Ең кішкентай кезінде дәл осы таблицамен жаттағанмын. Одан кейін осы таблицаны сызып, бөлмемнің әр жеріне қойып қоятынмын. Сол арқылы мен past simple'ды толық үйреніп алдым. Негізі көп жағдайда past simple қиын тақырыптардың бірі болады, өйткені ол жердегі етістік өзгеріске ұшырайды. Ал енді етістік жайлы айтатын болсақ, қараңыздар, affirmative формасында сіздерде жазылып тұр, subject plus verb ed or verb second, яғни second form of the verb. Етістіктің екінші шағы. Ол дегеніміз қалай? Мысалы, біз қазақ тілінде мен кеше мектепке бардым. Негізі етістіктің түбірі мектепке бару ғой. Сол мектепке бару деген түбір мектепке бардым деп өзгеріп тұр. Яғни осы мен кеше тамақ жедім. Тамақ жеу, тамақ жедім. Яғни бұл жердегі іс-әрекеттегі, яғни етістіктеріңіз өзгеріске ұшырап тұр. Осы өзгеріске ұшырауын біз етістіктің өткен шағы деп айтамыз. Ағылшын тілінде де past simple'ды айту үшін, past simple'ды қолдану үшін етістіктің өткен шағын қолданамыз. Енді affirmative жағдайды талқылайтын болсақ, affirmative ол болымды. Болымды кезде subject бізде әдеттегідей I, you, we, they, he, she, it plus verb ed or second form of the verb. Verb ed және second form of the verb дегеніміз ол етістіктің өткен шақтары. Ағылшын тілінде етістік 2 түрге бөлінеді. Бірі дұрыс, бірі бұрыс. Дұрыс етістікке біз ed жалғауын жалғаймыз, ал енді бұрыс етістік түбірімен өзгереді. Мысалы, watch етістігі бізде дұрыс етістік, сондықтан біз оған ed жалғауын жалғаймыз. Егер past simple'да қолданатын болсақ, яғни I watch TV болады. Ал егер go етістігін қолданатын болсаңыз, go етістігі сізде бұрыс етістік болады. Бұрыс етістік түбірімен өзгереді дегенімдей, I go-дің орнына went деген етістіктің өткен шағын қоясыз. I went to the cinema, мысалы. Яғни дәл осылай бізде етістіктер өзгеріске ұшырайды. Ал енді негатив жағдайында сіздерге көмекші етістік didn't келеді. Didn'ттан кейін бізде ешқандай етістік өзгерген шағы, анандай шағы, ed жалғау, ешнәрсе жалғалмайды. Тек қана етістіктің түбірі тұрады. Мысалы, watch болса watch, go болса go. I, мысалы, watch
I didn't watch TV yesterday. Мысалы, мен кеше теледидар көрген жоқпын. I didn't watch TV yesterday. Мен кеше кинотеатрға барған жоқпын. I didn't go to the cinema yesterday. Деген секілді. Бұл бізде негатив жағдайы. Ал енді question жағдайында әдеттегідей алдына did көмекші етістігі шығады. Did plus are, you, we, they, he, she, it plus verb. Яғни біз didn't етістігін көмекші етістік ретінде алғандықтан негатив жағдайында және question жағдайында етістіктер өзгеріссіз түбірі ғана тұрады. Яғни ешқандай өзгеріске ұшырамайды, етістіктің түбірін жазамыз. Түсінікті ғой? Сіздерге таблица түсінікті болды деген ойдамын. Бұл таблицаны мен өзім қолданғандықтан 100% сіздерге кеңес ете аламын. Осы таблицаны сызып, жаттап алыңыздар. Немесе ең күшті лайфхак айтайын. Таблицаны картонға сызып аласыздар. И сабақ оқитын үстелдеріңіздің үстіне қойып қоясыздар. Каждый раз оқыған сайын сол таблицаға қарап жаттай бересіз, көзіңізде жаттанады. Одан кейін көзіңізді жұмған сәттің өзінде сол таблица толықтай көз алдыңызда елестейтін болады. Бұл менен кішігірім лайфхак. Ал енді келесі тағы бір лайфхак, ол past simple'ды басқа шақтардан өзгерту. Мысалы, present simple мен past simple келіп тұр. Қайсы past simple, қайсы present simple деп сізден сұрайтын болсаңыз, сіз оның signal words'ына қарайсыз. Signal words деген ол кілтті сөздер, ключевые слова. Мысалы, yesterday, кеше, last week, алдыңғы апта, last day, 2 days ago деген секілді keywords past simple'да да бар. Мен оны present simple'да да айта кеткен. Present simple'дың keywords, ключевые слова, яғни кілтті сөздері басқа, ал енді мына past simple'дың сөздері басқа. Past simple'дың сөздерін жаттап алсаңыздар, кез келген жерде тіпті past perfect келсе де, past continuous келсе де, past simple'ды ешқандай қиындықсыз ажырата аласыздар. Сіздерге сабақ түсінікті болды деген ойдамын. Ендігі кезекте менің жазған мысалдарыма көз жүгіртейік. Бұл мысалдарды мен өзім сіздерге арнап жазып шықтым. Осы мысалдарды қарап, өздеріңіз талдап көріңіздер. Оқушылар, сіздерге сабақ түсінікті болса, міндетті түрде арнаға тіркеліп, пікір бөліміне өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және міндетті түрде менен кері байланыс болады. Егер сіздерге қандай бір тақырып түсініксіз болса, міндетті түрде жаза кетіңіздер. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Мен жазған мысалдарға ұқсатып, өздеріңізде мысалдар жазып көріңіздер. Сонда сіздерде практика жиналып, тақырыпты 100% түсіне аласыздар. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар. Бүгінгі сабақта болған Айтолқын.